Мұқақали мақатайып аққулар ұйықтағаны үзінді. Ей, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге айтасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңды келдің бері кеудеңде жаның бар ма? Байқұс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні меңден қып құлақ қырды. Қолымдағы мылтығым құлаштап кеп, бөгілмей жетім көрге лақтырады. Қартқа қарай ақырын аянбады, қарусыз қарт келді, аяндады. Көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайды келіні баяндады. Ей балам, болмады ғой, қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік, атқа мін ауылға қайт, олжаны қой. Мін атқа қайт, ауылға тағат қылды. Білмеймін, сораттың ба, бағаттың ба, әйтеуір аққу атқан аққуға келгендерде ырым жасап, тым құрысы саусағыңды қанаттың ба? Әлек болып ұрпалысып сорқайға мен, жоқ ата жасамадым ондайды мен, жасынан естігенің бартын еді, әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Солай аманат бір құдайға, қай-қайдағы түседі қырғыр ойға, ат басын шұғыл бұрып тайып тұрды, қарт тастап нелер сұмдық сырты бойға.